Күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай бүтіндей тауықты гриль етіп үй жағдайында пісіретін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен осындай бүтіндей тауығымызды жақсылап тұрып жуып, салфетканың көмегімен жақсылап сүртіп дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін қасықтың көмегімен ет пен терінің арасын осылай ажыратып дайындап алатын боламыз. Енді соусқа кірісейік. Соусқа менде майонез, кетчуп, неше түрлі дәмдеуіштер, қара бұрыш, дәміне қарай тұз, және де паприка салдым, сұйық май және де сарымсақ қажет болады. Керек заттың барлығын мен описанияға жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып дайындап болғаннан кейін осындай ыңғайлы ыдысымызға тауығымызды салып, жақсылап тұрып, жаңағы соусымызды жағып, іштеріне барлық жеріне жақсылап тұрып жағып дайындайтын боламыз. Дайындап болғаннан кейін маринадталу үшін 3-4 сағат көлемінде холодильникке жіберетін боламыз, бетін жауып. Кем дегенде 2-3 сағатқа қойыңыздар, сол кезде өте дәмді болып шығады. Соустың барлығы етіне сіңіп, кәдімгі грильдің дәмін беріп тұратын болады. Енді пісіруге дайындалайық. 180 градуста 1 сағат 20 минут көлемінде осылай табамызға салып пісіріп аламыз. Өте дәмді, ресторандық немесе базардағы грильдерден кем емес. Міндетті түрде кешкі асқа жасап көріңіздер. Барлығы піскен, және де піскен уақытында пышақтың көмегімен осылай тексеріп көрсеңіздер болады. Қан шықпаған жағдайда сіздің гриліңіз пісті деген сөз. Кешкі асқа жасасаңыздар да болады. Кешкі асқа жасап гарнирмен ұсыныңыздар. Өте дәмді. Сіздермен болған Динара. Міндетті түрде жасап көріп, мен комментарияда бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар.